Баршаға сәлем қыздар. Бүгін біз өте дәмді, сочный, мощный, прям енді дәмі күрт етіп, прям сочный болып тұратын капуста салат дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалады, аз уақытта дайындалатын салат. Бұл мен қолда бар солған үйдегі қалған сәбізімді және қалған капустамды солмен ғана дайындадым. Бұл салат өте дәмді, дәмі ерекше. Жаңа палаумен, түрлі тағамдармен қосып жегенге өте дәмді. Қонақтың алдына қойсаңыздар да ұялмайсыздар. Алдымен біз осылай капустамызды бөліп, ірі етіп турап аламыз да. Осылай бөліктерге бөліп, басқа ыдысқа бөліктерге бөліп, осындай арасын ажыратып салатын боламыз. Қыздар, сосын естеріңізге сала кетейін, менің каналымда өте қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Және өте ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтылмас үшін тіркеліп, лайк басып кетуіңізді өтінемін. Және біз осылай турап алып, бөліктерге бөліп, арасын ажыратып аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, ортасын ашып, жаңа тураған капустамыз, дайын болған капустамызды үстіне жаңа тураған сәбізімізді, сәбізді шолып қалған болғандықтан жіңішке кесіп турадым. Сіздер чолканы өткізсеңіздер өте әдемі көрінетін болады. Біз осылай жаңағы тураған капустамыз бен сәбізімізді жақсылап араластырып, осылай жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Бұл жерде біз капуста мен сәбізді мыжуымыз міндетті емес. Мыжбай, жай ғана араластырып, осылай жарты сағатқа бетін жауып қоятын боламыз. Одан соң осылай бетін жауып жарты сағатқа қоямыз. Одан соң біз оған шейін чесногымызды, 4 дана чеснокты ашып, осылай мыжып дайындап қойдым. Осылай әдемілеп мыжып дайындап, капустамыздың бетін ашып, кішкене су шығатын болады, кішкене суын төгіп, үстінен чесногымызды, паприка, бір ас қасық паприка, бір ас қасық кориандр, одан кейін 2 ас қасық құм шекерімізді немесе қантымыз, майда шекер, 2 ас қасық шекерімізді саламыз, және 1 ас қасық тұзымызды саламыз да. То есть 1 ас қасық тұзымызды салып, осылай жақсылап араластыратын боламыз. И мен чим-чим қостым. Чим-чим приправа, капустаға арналған приправаны қостым. Неге десеңіздер, себебі оның ішінде уксус болады. Егер оның орнына жай ғана уксус қолдансаңыздар да болады. Шай қасықпен жарты чайный ложка уксусты қосып араластыруға болады. Және ең бастысы бұл жерде пісте майымызды қатты қыздырып, кішкене табамызға қыздырып, бір пиала, яғни кішкентай шай ішетін пиаламен бір пиала, бір кесе пісте майымызды қыздырып, ыстықтай үстіне құйып араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, өзі сочный, осындай әдемі болып шығады. Бұл салатты корейский салат деп те атайды. Қонақтың алдына қойғанға өте ыңғайлы, өте тез дайындалатын, өте ерекше салат. Ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, қыздар. Алда өте қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Көріскенше.